Барлығыңызға сәлем достар, сіздерге мен Сымбат, менің анама видеома қош келдіңіздер. Және бүгінгі түсіретін видео менде влог деп аталады. Тақырыбына бошқасын көрдіңіздер, бүгін біз өте күшті жерге барамыз. Біз фантазия паркқа барамыз, бір фантазия аяғы. Мен сіздерге инстаграмымды айтпадым, но айтатын боламын скоро. Мен барлық қызықты осы жерге түсіруге тырысатын боламын. Сондықтан да инстаграмдағы адамдар осы жерге келіп көріп жатса деп ойлаймын. В общем, қазір менде образым осындай күшті джинсы киіп алдым. У меня новые джинсы. Так, в общем, все, мы уже кеттік. Мен андай нені киіп алдым, аяқ киімді как Майкл Корс, посмотрим. Один әкет бар жатыр қазір. Мен аяғым бір солай жүруге тиіп не қатеді, то жаңбыр жауады деп бір очень жаман болып тұр, потому что мен сол аттракциондар тоқтап қалуы мүмкін да. Істемей қалып, то есть барлығын шығарып жіберуі мүмкін да. Сондықтан мен қорқып тұрмын да, может шығарып жібереді деп. Ладно, енді сол, бай-бай. Енді дала жылы болып тұр, иә? Қатты суық емес, былай жылы болып тұр. Вот, менде такой образ сегодня. Альтушка, мен бір әлі болып кеттім ғой. Маған негізі бұндай альтушка болған ұнамайды. Но арасында болады енді деп. Енді киімдерді алғаннан кейін кию керек қой. Достар, біз уже жетіп қалдық остановка. Қазір остановкадан бір автобусқа отырамыз. До конца бір жерге жетеміз, да, конечно. Содан кейін дальше бір автобусқа отырамыз. Бірінші рет барайын деп жатыр. Адина, сен бірінші рет барайын жатыр. А мен уже көп рет барып короче, бірінші автобустан шықты. Екінші автобус күтіп жатырмыз, но мы не знаем, қаяқтан түстіп тастауға. Біз наконец-то отырдық. Автобус қабамай, в общем, әр жерге отырдық. И, кстати, бірінші автобуста өте көп адам болды. В общем, автобуста наконец-то отырдық, но бірақ далада өте қатты емес, жаңбыр жауады да. Білесіздер ма? Если далада жаңбыр жауса, ол мир фантазияны жауып тастайды. Мир фантазия, то есть сол нені қалай аквапаркқа не еді? Аттракциондарда жауып тастайды. Жаңағы осындай алып алған, магазиннен алып алғанбыз. Киешки, туп, топ. Тағы сондай нәрселер аламыз үшін. Біз автобустан түстіктен. Міне, ойбай. Келдік мен фантазия аяға. Анан подземкадан қазір ан жақтан барып, ан жақтан не десеміз? Ане, подземка, ане тұр. Ане, мынау. Осы жақтан шығып, біз қазір осы шөптің қасына барамыз. Сосын ары қаратай неге барамыз? Но, мне кажется, біз бекерге келдік, потому что жаңбыр жауып жатыр. Нені ашпайды аттракциондарды. Ну там ішінде адамдар бар. Посмотрим, короче, пипец болып жатыр. Бекерге келдік па деп ойлап қалдым ма? Сол, қазір подземкаға түсіп бара жатырмыз. Подземка. Адам жоқ, потому что жаңбыр. Кеттік подземка. Мен аяғымды қараңдар. Это просто пипец какой-то. Біз, короче, кофе ішінде жүрдік. Горячий шоколад бердік, потому что біз кішкене жаңбыр кеттік, иә. Міне стаканға құйып жатыр. Мен бірінші істеп жатырмын болайын десе. Просто трэш. Трэш қой мынау достар. Мыналарды алайын десек, бұлары өте қымбат болып тұр да. Өте қымбат емес, просто нормально. 2-3 теңгелік бар екен. Кофемізді қарап. Шамады. Қашан құйып бөтет, құрсауын бізге беріп жатыр. Рахмет. Ойбай. Бесейші? Ал сәді. Вот горячий шоколад, прям горячий. А байляз туғылма. Туғылма, Дина. Тәтті ғой? Адина барып сұрап келді. Акасы жаңбыр біткеннен кейін ашылады. Ну, это логично, да? Жаңбыр уже кішкене бітейін жатыр, но ұлғалы по-любому. И қазір, короче, біз горячий шоколад алған жерден тағы бір нәрсе алайын деп жатырмыз. Короче, достар. Сен ақша жібердің ба? Не ақша? Я жібердім. Так, в общем, мынандай картошка алдық.
Бізде, в общем, ровно 14 теңге қалды. 7.000 теңгеден. В общем, солай болады. Делать. Давайте, точно. Спасибо. Все, достар, біз кірдік. Наконец-то жаңбыр жауса да, кішкене жауып тұр енді. Так мне. Вот билеты, смотрите. Біз, короче, 2 билет алдық 16.000 теңгеге. Вот, чек. Все, награндар. Капец. Жүр анаға мінеп па? Мінеп па соған? Пипец. А? Смотрите. Şimdi ses ya. Жер көрейік бір нәрселер. Музыка мына жерде. В общем, күшті нелер бар ғой. Капец. Мен қазір Мен аям дейтін жаман олай болып кеткен. Наңғырандар. ана кісіге Осы ғой, отырайын деп жатырмыз. Бірақ су, иә. Отырсайшы, ананы көрейін. Босай. Мен отырдым, но только мынаны істеу керек қазір. Алды, короче. Артта адамдар отыр. Мынау Анаконда деген американский горка. Пипец. Аналар уже. Мен аям су. Адина бұдан ағатты отказ. Капет, Адина маған қарасай. Біз машинаға отырдық. Адина дұрыс тапсырып влогта десе. В общем, екеуміз бір машинаға отырдық. Адам вообще жоқ, біз ертеге бағам. Енді жаңбыр болып па деп. Мен айтайыншы. Әке мен айтайын. Раста. В общем, достар, біз қазір ана машинадан шықтық. Қазір біз енді мен ромашкаға отырамын десең, Потом ромашкаға отырамыз, потому что адам табу керек та. Жүр кенгуруға отырамын. Мен бумерангқа отырдым, это просто был отдельный экскурсия, блин. Прям, что болды? Антина видео. В общем, трэш. Ана жақта бар ешқандай андай? В общем, қазір енді біз кенгуруға отыратын боламыз. Мына мінбеймін дейді, қорқады. Мен өзім жалғыз отырмын мына аттракционда. Мен өзім жалғыз отырмын. Басқа ешкім жоқ қой деймін. Я не знаю. Просто трэш какой-то. Жалғыз отырмын, достар. Мәлім, капец. О май гад. Вообще ақыламаймын ғой. Адина қара. Біз отырмыз мына кенгуруда. Міне біздің кенгурумыз памятный болатын болды, достар. Қорықпаш. Не сен қорқасың? Мен вообще өмірімде қорықпаппын ше. Ставшы өзің. Мынандай қылып отырдық. Қара Дина маған. Сағат уже 12:33 болды. Кім? Вообще кішкене қорқынышты болды сейчас. Все, началось. Да узнай, наның. Адина, помайда. Адина, маңғара. Да. Маңғара. О май гад. Адина, маңғара. Бісміллә, достар, біз, короче, капец, это просто трэш. Қараңдар. Алматының барлығы, Алматы көрініп тұр. Какая высота. Адина, қорықпа. Я с тобой. Мне очень страшно за телефон. Менің телефоным қазір вообще вот. Қараңдар, анжақ. Қазір піштеген болады, Адина сосын болып бітті. Болды, қорқпашы, бір рет болды, сосын басқасынан білеміз. Мамочки. Адина, бір, екі, үш. Қараңдар.
Это просто ужас. Еще один аминды ғой. Мен, короче, ойлағанмын, онша қатты, ну, в общем, екінші жіпі міне жатырмын ғой, вообще трэш болды. И потом менің аяғымды смотрите. О май гад, екі аяғымда осындай болып кеткен, на новый неден. Кроссовкидан. Лықа посырау кетті, менің аяғым су еще, жүре алмай қалдым. Әйтеуір проблема ғой, өмірі осы. Тек қатты қорқынышты болды, достар. Басында жаңбыр болды, қазір вообще ыстық болып кетті, вообще күшті. Бірақ мен аяғымда ауырып жатыр. Значит, фонтандар ағу керек. Қазір мен ромашкаға барам. Корабль қотсай? Мен осы жерге отырам, шашым жинап алуым керек. Так, отырам мен осы жерге. Sempat anak dokter Shalva sudah kerja. Semua kayak keluar. Sempat anak dokter Dawar. Sempat mana ya? В общем, мен шейкқа отырып, в общем, жаман дірілдеп кеттім ғой. Шейк самый страшный болды. Қатты, а вот ромашкаға мен отырдым, Атина түсіріп тұрды. Ромашкада онша қатты қорқынышты болған жоқ. Білмеймін, маған ең қаттысы ол лифт және шейк болды. Ал ромашка онша қатты емес. Либо маған сезілмеді онша. Мына жерде каченгені Атина түсірмеген, күтіп тұрғанымызды ғана түсірген ғой. В общем, мен самый страшныйларына, яғни лифтқа 2 рет отырдым, шейкқа 2 рет отырдым, ромашкаға 2 рет отырдым, бумерангқа 3 рет отырдым. В общем, солай бағана қайталып отырдым ғой. Достар, мен ромашкадан кейін осындай. Біз қазір енді мынандай корабльге отырдық. Корабль тоже ничего, нормально. Корабль маған өте қатты қорқынышты, потому что мен бірінші сапарға отырып жатырмын. Күшті ме екен бұл жер? В смысле, мен аяғымды арандар, нет қалған. Мен аяғым қарандар қандай. Қазір біз корабльге отырамыз, одан айтылған. Так, вот. Мен почти аяғым жаман болып еді ғой, иә? Мен отырдым, давай қазір тарантула отырамыз аяғым. Отырамыз, қорқынышты. Отырамыз. Осталды. Мне кажется, вообще қорқынышты емес. Вообще істеп жүреді. Болды, и чё? И чё? Біз отырдық корабльге, енді біз қазір скейтбордқа отыратын боламыз. Ашық па, жауақ бар бөлі ғой. Отырдық, енді біз қазір тарантулаға отырамыз. Тарантула тоже қорқынышты? Жоқ. Смотрим, қорқынышты дедім ғой. Пока что көп заттар жемейтін. Иә. Пока что бізде барлық зат бар, тек соқытты ғана іштік, иә? Біздің қарымдар Соқытты ғана жедік, иә. Қазір біз уже кішкене қайтып шашағаннан кейін біз уже тамақ шашып аламыз. Содан үйге қайтамыз. Десің, Да. Ой, да деппін ғой, кетпап. Кешке қарай бірақ қайтамыз. Так, тарантулаға отырамыз қазір. Вообще адамдар уже көбейді, иә? Жаңбыр болған тұғын қазір уже жоқ. мен Сматқа айтасың. Құламаймыз, қараңдар мына жол төрді орынды. Қайттан Қат қалды? қадалып қалды. Енді қадалмады. Қадалу керек, наоборот, сосын надежно болады. Короче, біз қазір көрсетеміз сіздерге. Тарантулаға отырдық.
Арина екеуміз бір нәрсе заказ бердік. Ой, бір нәрсе деп қойын, наггетсы и фри, и өзіміздің заттарымыз бар, конечно же. Вот. Солай қазір мына жақта отырмыз. Смотрите, там сколько прям людей. Мына жерде тамақ ішіп жатырмыз енді. Ағалары прям қымбат. Смотри, нешелеші я интернетінде, смотри. Я перекусить осындай наггетсы и фри алдық, потому что қатты тоймау керек бізге. Біздің жүрегіміз сайын түсіп қалды. В общем, давайте жейміз приятно. Вот, біз заказ бердік. Сырный шашка. Мың бір бәлетіне. Мен видео түсірмеймін, потому что мен соткамның заркасы өшіп жатыр. Сондықтан давайте. Не обижайтесь. Мен қайтып барқанда сол кезде түсіремін. В общем, барлық карусельде отырып жатырмыз, күшті болады. Біз уже жеп болдық, қатты тойып кеттік. Енді қатты той болмайды, потому что кейін айында ұйқы қаласың. Мен тойып жатырмын по-любому. Потому что асқазаның айналады, либо үстіге асыға көтерсе, либо асыға көтеріледі, басайын өтеді. Сондықтан Қараңда ромашка бағана отырған мен. Ой, тамақ ішіп алдым. Енді скейтбордқа ма сондай отырамыз қазір. Кішкене қойды, шүкір. Қазір біз осыған скейтбордқа отырамыз. Вот, осыған. Адина тұр ғой. Адина корабльде отырды. Это такой корабль. Дауысын ай. корабль емес бұл. Скейт па сондай болады. Ана жаққа дейін барсақ. Біз мана бумерангқа отырдық. Мен түсірген жоқпын, бірақ біз енді цепочкаға тағы да отырдық. Біз колесо обозрениеға отырып, джумканы, и потом нашта тамақтар вообще жегім келмейді. Бір вообще аппетит жоқ қой. В общем, қазір енді біз колесо обозрениеға отырдық. Наси? В общем, қазір мороженое аламыз. Тогда вот колесо обозрения вот такой адамдар, они капец, ана жақта қураған көріп жатыр. Прикинь, мына жақта тастап кеткен ғой бағана. Сол біз қазір жұмға жейміз өтіміз, иә? Мен аштым. Иә, шығыр. Басып. Алматы деген сұлу қала ғой. Айқындар. Ана жақта біздің отель ғой. Міне, рамсты тұр ғой. Просто красотище. Біз кенгуруға қайтадан отырдық. В общем, достар, біз қазір барлығына қайтадан отырып етеміз. Сондықтан да сіздерге міндетті түрде жалғасын түсіретін боламын. Давайте мен осымен стористерде етемін. Адина тұр. Адамдар миллион. Ураган. Просто ужас. Смотрите. Трэш, понял? Что трэш? Біз, короче, келді. Мынандай бір түнмен, подземкаға ше. Тәтемізге айттық, что такси шақырып берсін. Мен аяғым, короче, полный жалап жатыр. Зарядкам 1% қалды, аралымдыдан тұрып тұр. Так что үйге бірақ түсірем әзер.